Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-інші сыныпқа арналған People's Book кітабының 28, 29, 30 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 25, page number 28. Listen and read, then label the pictures with the words in bold. Тыңдаймыз және оқимыз. Одан кейін жануарлардың суретінде көрсетілген міне жоғары жағында сөз жазылған, сол секілді басқа да сөздерді тауып жазуымыз қажет, яғни толықтыруымыз қажет. Оны толықтыру үшін ең алдымен мәтінді оқимыз. Draco Rex was a dinosaur that looked a lot like a dragon. Draco Rex айдаһарға қатты ұқсайтын динозавр. The name Draco Rex means Dragon King. Draco Rex деген сөздің мағынасы айдаһарлардың патшасы. Draco Rex was about 3 meters long. Draco Rex'тің ұзындығы 3 метрге дейін жетеді. It had a big head with a long nose. Үлкен басы және де ұзын мұрны бар. There were horns and spikes on its head and body and it looked very scary. Оның басындағы мүйізі мен шыбықтары және оның денесіндегі шыбықтары өте қорқынышты көрінді. Draco Rex had very sharp teeth. Draco Rex'тің өткір тістері болған. Scientists think that Draco Rex liked eating plants and just about anything else it found. Ғалымдардың пайымдауынша Draco Rex өсімдіктермен қоректенген және де нені табады, сол нәрсемен қоректенген. What a strange creature. Не деген бір түрлі жаратылыс. Енді сөздерді орындарына қоямыз. Бірінші сөз horns, мүйіздер. Екінші сөз spikes, шыбықтар. Үшінші teeth, тістер. Келесі мәтін Deinonychus wasn't a big dinosaur, but it was very fast and very scary. Дейноних үлкен емес динозавр, бірақ та өте жылдам және өте қорқынышты. Deinonychus means terrible claw. Дейноних қорқынышты тырнақты білдіреді. It had sharp claws and it liked fighting with other dinosaurs. Оның өткір тырнақтары бар, және ол басқа динозаврлармен күрескенді ұнататын. Deinonychus was about a meter high and 3 meters long. Deinonychus'тың биіктігі 1 метрге жуық, және ұзындығы 3 метр болатын. It weighed around 80 kilos. Салмағы 80 келі шамасында. It had a small head and a long tail. Басы кішкентай және ұзын құйрығы бар. There were feathers all over its body, like a bird. Оның денесінде құс сияқты қауырсындар болды. Deinonychus enjoyed eating other dinosaurs, some much bigger than itself. Deinonychus динозаврларды жегенді ұнататын. Кейбіреулері өзінен әлде қайда үлкен. What a scary creature. Не деген қорқынышты жаратылыс. Енді суретке қарап, қарамен жазылған сөздерді қойып, жазып шығуымыз қажет. 4 деген жерге feathers, қауырсын дегенді қоямыз. 5-ші сөз tail, құйрық. 6-ші claws, тырнақтар. Келесі жаттығу exercise number 26, written complete. Оқы және де толықтыр. Use and or but because. Және немесе бірақ себебі деген сөздерді қойып шығуымыз қажет. Dinosaur facts. Динозавр фактілері. Бірінші сөйлем Dinosaurs built nests and laid eggs just like birds today. Динозаврлар ұя салған және де жұмыртқада салған қазіргі құстар секілді. Бұл жерде бізде and болады, яғни және. Екінші сөйлем We don't know how long a dinosaur lived. But scientists think that some dinosaurs lived for over 100 years. Біз динозаврлардың қанша өмір сүргенін білмейміз, бірақ ғалымдардың ойынша олар 100 жыл өмір сүрген. Екінші сөйлемде but, бірақ қолданылады. Үшінші сөйлем Dinosaurs ate meat or plants. Динозаврлар ет жеген немесе өсімдіктермен қоректенген. Төртінші сөйлем Some dinosaurs were small, but they had horns and spikes to protect them. Кейбір динозаврлар кішкентай болған, бірақ олардың мүйіздері мен шыбықтары оларды қорғаған.
Бесінші сөйлем. We aren't sure of the dinosaurs' color because they don't exist anymore. Біз динозаврлардың түстері қандай екенін білмейміз. Өйткені оларды көрмегенбіз. Exercise number 27. Read, choose and complete. Оқы, таңда және де толықтыр. Бізде жоғары жақта әртүрлі түспен сөздер берілген, сол сөздерді біз сөйлемдерге қосуымыз қажет. Яғни әр сөйлемге дұрыс қойып шығуымыз қажет. The Komodo dragon is the largest lizard in the world. It is about 3 meters long and weighs up to 150 kilos. Оның ұзындығы 3 метр және оның салмағы 150 келіні құрайды. Келесі екінші. It is brown and yellow and it has got scales all over its body. Ол қоңыр сары түсті және оның денесінде кішкентай тікенектер бар дейді. Келесі үшінші сөйлем. The Komodo dragon has got 4 short legs, sharp claws and a long tail. Комодо айдаһарының 4 кішкентай аяғы, өткір тырнақтары және де ұзын құйрығы бар дейді. Келесі сөйлем. It has got 60 very sharp teeth too. Оның 60-қа жоқ өткір тістері бар дейді. Would you like to see one? Then visit Indonesia. Көргіңіз келеді ме? Онда Индонезияға барыңыз дейді. Exercise number 28. Collect information about another dinosaur. Make a project or a PowerPoint presentation. Present it to the class. Динозаврлардың басқа түрлерінде іздеп тауып, мәлімет іздеп немесе презентация түрінде көрсетсеңіздер де болады дейді. Spinosaurus is the largest of the carnivorous dinosaurs. Спинозавр жыртқыш динозаврлардың ең үлкені. It is known that its length is up to 18 meters and its weight up to 21 tons. Оның ұзындығы 18 метрге дейін, салмағы 21 тоннаға дейін жететіндігі белгілі. His skull was very similar to that of a crocodile. Оның бас сүйегі қолтырауындікіне өте ұқсас болып келеді. Төменде көрсетілген сурет бұл спинозаврдың суреті. Осы секілді кез келген динозаврға мәлімет тауып, осылай жазсаңыздар болады, немесе презентация түрінде көрсетсеңіздер болады. Exercise number 29. Listen and read. 29-шы жаттығу. Тыңда және де оқы дейді. Бұл жерде бізде мүйіз тұмсық және де динозавр туралы айтылған. Бұл екі түрлі мәтінді мұғалім өзі сабақта оқып түсіндіріп береді. Біз 30-шы жаттығуды жасаймыз. Exercise number 30. Read and write the answers in your notebook. Take turns to ask and answer the question. Оқы және де өзінің блокнотына жауаптарын жаз дейді. Кезектесіп сұрақ қойып, жауап беріңдер дейді. Бірінші сұрақ. When did the Siberian unicorn live? Бұл сұрақтардың жауаптарын мәтіннен аламыз, яғни бірінші мәтіннен. Сібір жалғыз мүйізі қашан өмір сүрді? Жауап береміз. Siberian unicorn that lived thousands of years ago. Сібір жалғыз мүйізі мыңдаған жылдар бұрын өмір сүрген. Екінші сұрақ. What did the Siberian unicorn look like? Екінші сұрақта ол қалай көрінеді дейді. Жауабы. It was 8 meters tall and over 4 meters long. It had long hair all over its body. Биіктігі 1,8 метр және де ұзындығы 4 метрден асады. Оның бүкіл денесінде ұзын шаш болды. Үшінші сөйлем. Where did the Siberian unicorn get its name from? Ол өзінің атын қайдан алды? Үшінші. The Siberian unicorn got its name from the hawthorn over 2 meters long that grew on its head. Siberian unicorn ол өз атауын басында өскен ұзындығы 2 метрден асатын үлкен мүйізден алды. Төртінші сұрақ. What color is Nessie? Nessieдің түсі қандай? It is a gray. Сұр түсті. Бесінші сұрақ. Where does Nessie live? Nessie қайда тұрған? It lives in Scotland. Ол Шотландияда тұрады. What does Nessie look like? Nessie қалай көрінеді? It has a big body, a long neck, a small head. Денесі үлкен, мойны ұзын, басы кішкентай. Exercise number 31. Let's play. Ойнайық.
The Siberian unicorn lived in Russia. False. It lived in Kazakhstan. Sибириан уникорн, яғни Мәскеуде тұрады дейді. Дұрыс емес, ол Қазақстанда тұрады. Осы секілді, яғни true, false, дұрыс немесе дұрыс емес деп әр сөйлемді жазып шықсаңыздар болады. Мысал келтірейін. The Nancy lived in Kazakhstan. Несси Қазақстанда тұрады. Жоқ, дұрыс емес, ол Шотландияда тұрады.